Қызым, жылама, бақытың ашылсын деді анам көз жасын сүртіп. Мен еріксіз күліп жібердім, бірақ өзімнің де көзіме жас толып тұрған еді. Бүгін менің ұзатылған күнім. Бала күнім өткен үймен қоштасып, жаңа өмірге қадам басып барамын. Бала кезімнен-ақ көйлек киіп, сүйген адамыма тұрмысқа шығуды армандайтынмын. Сол арманым бүгін орындалды. Нұржан екеуміз 2 жыл кездесіп жүрдік. Оның сабырлы мінезі, қамқорлығы, маған деген ықыласы жүрегімді жаулап алған еді. Ол жанымда болғанда өзімді қауіпсіз сезінетінмін. Сондықтан да бүгінгі күн мен үшін ерекше болатын. Той думанды өтті. Ән айтылып, би биленіп, туыстар бір-біріне жақсы тілектерін жаудырып жатты. Барлығының жүзінен қуаныш байқалады. Мен де бақыттымын деп ойладым. Кешке қарай келін болып Нұржанның үйіне түстім. Үйдің ауласы адамға толы. Көрші қолаң, ағайын туыс келіп, жаңа түскен келінді көруге асығып жатыр. Енем жылы қарсы алды. Қош келдің қызым, осы үйдің берекесін кіргізетін келін бол деді ол. Мен иіліп сәлем салдым. Барлығы жақсы сияқты еді, бірақ бір кезде көңіліме түсініксіз нәрсе ұялай бастады. Қонақтардың арасында отырған орта жастағы бір әйел көзін менен алмай қойды. Алғашында мән бермедім, бірақ қайда барсам да оның маған қарап отырғанын байқап қалдым. Жүзінде аяушылық бар сияқты, тіпті бір түрлі мұң байқалады. Мені танитын адам ба екен деп ойладым, бірақ есіме түсіре алмадым. Түнге қарай қонақтар азая бастады. Әйелдер ас үйде шай ішіп отырып әңгімелесіп қалды. Мен де ыдыс жинауға көмектесіп жүрдім. Сол кезде әлгі әйелдің дауысын естідім. Қыз әдемі екен. Иә, жақсы қыз көрінеді деді тағы бірі. Обалай. Мен қолымдағы кесені қоя салып, еріксіз құлақ түрдім. Неге обал дейсің деді бір әйел. Ештеңе. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сосын әлгі әйел тағы сөйледі. Кейбір шындықты тойдан бұрын айту керек еді. Жүрегім біртүрлі шым ете қалды. Мен олардың не туралы айтып отырғанын түсінбедім. Дегенмен өзім туралы айтып отырғандарын сездім. Дәл сол сәтте енемнің дауысы шықты. Болды, өткенді қозғамаңдар. Бөлме іші бірден тыныш болып қалды. Мен жақындай бергенімде әңгіме мүлдем басқа тақырыпқа ауысып кетті. Бірақ әлгі сөздер ойымнан кетпей қойды. Қандай шындық, нені айту керек еді? Өзімді жұбатуға тырыстым. Мүмкін басқа нәрсе туралы айтқан шығар. Мүмкін маған қатысы жоқ шығар. Бірақ көңілім тынышталмады. Түн ортасына жақын бәрі өз бөлмелеріне тарады. Мен бөлмеге кіргенімде Нұржан терезенің жанында тұр екен. Шаршадың ба деді күлімсіреп. Аздап. Ол жаныма келіп қолымды ұстады. Бүгіннен бастап бәрі жақсы болады. Мен оның көзіне қарадым. Сол сәтте оған естіген сөздерімді айтқым келді, бірақ айтпадым. Мүмкін өзім артық ойлап жүрген шығармын деп шештім. Алайда дәл сол кезде дәліз жақтан әлдебір әйелдің дауысы естілді. Нұржан, сөйлесуіміз керек. Дауысты естіген бойда күйеуімнің жүзі өзгеріп кетті. Аз ғана уақыт бұрынғы күлкі жоғалып, орнына мазасыздық келді. Ол тез орнынан тұрды. Қазір келемін деді де сыртқа шығып кетті. Есік жабылған соң мен үнсіз отырып қалдым. Бірнеше минут өтті. Қызық көріп дәлізге шықтым. Сол кезде қонақтардың арасындағы әлгі әйелдің Нұржанмен сөйлесіп тұрғанын көрдім. Әйелдің көзі жасаурап кеткен, ал Нұржан болса ашуланғандай көрінді. Мен олардың сөзін анық ести алмадым, бірақ әйелдің соңғы айтқан сөйлемі анық құлағыма жетті. Ол бәрібір шындықты біледі. Мен тұрған жерімде қатып қалдым, ал Нұржан басын төмен түсіріп үнсіз тұрды. Түні бойы көз іле алмадым. Құлағымда әлгі әйелдің сөзі қайта-қайта жаңғырып тұрды. Неге менен жасырады? Ал ең басысы, неге Нұржанның жүзі сол сәтте өзгеріп кетті? Таң ата көзім ілініп кеткен екен. Оянғанымда бөлме іші жарық болып қалған. Қасымда Нұржан жоқ. Орнымнан тұрып сыртқа шықтым. Ас үй жақтан ыдыс сыңғыры естіледі. Енем таңғы шай дайындап жүр екен. Тұрдың ба қызым деді ол күлімсіреп. Мен оның жүзіне қарап қалдым.
Кеше кешкі әңгімені еске алғанда көңілімде біртүрлі салқындық пайда болды. Нұржан қайда дедім. Бір шаруамен шығып кетті. Мен үнсіз басымды изедім. Түске қарай аулаға шықтым. Сол кезде көрші үйдің алдында отырған екі әйелдің әңгімесін естіп қалдым. Мені көргенде екеуі де сөздерін доғарып бір-біріне қарасты. Бұл маған бұрынғыдан бетер күдік тудырды. Кешегі әйел де көз алдымнан кетпей қойды. Түстен кейін қонақтардың көбі тарай бастады. Мен бөлмеме кіріп сыйлықтарды реттеп отырдым. Сол кезде есік қағылды. Кіруге бола ма? Басымды көтеріп қарасам, кешегі көрген әлгі әйел тұр. Жүрегім зу ете қалды. Иә, кіріңіз. Ол баяу ішке кірді. Бөлме ішінде бірнеше секунд үнсіздік орнады. Менің атым Гүлмира деді ақырында. Мен үндемедім. Кеше сөйлесуге мүмкіндік болмады. Сіз мені танымайсыз ғой? Жоқ, әйел күрсінді. Бірақ мен Нұржанды жақсы танимын. Ішім бірден мұздап кеткендей болды. Қалай? Көзімен бөлменің ішін шолып өтті. Сосын маған қарады. Не айтқыңыз келіп тұр дедім. Дәл сол сәтте дәлізден аяқ дыбысы естілді. Келесі секундта есік ашылып Нұржан кіріп келді. Ол әйелді көрген бойда тоқтап қалды. Сіз мұнда не істеп жүрсіз? Даусындағы ашуды мен алғаш рет естіп тұрмын. Гүлмира орнынан баяу тұрды. Мен шындықты айтқым келді. Қажеті жоқ, қашанға дейін жасырасың? Нұржанның қабағы түйіліп кетті. Мен екеуіне кезек қарап тұрмын. Біреу маған түсіндіре ме дедім ақыры. Екеуі де үнсіз қалды. Нұржан маған жақындап, Айсәуле кейін сөйлесеміз деді. Менің дауысым да қатқыл шығып, қазір сөйлесу керекпіз дедім. Гүлмира көзімдегі жасты сүртіп алды. Сенің бұған құқығың бар қызым. Не білуге? Ол бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сосын сөмкесін ашып, ішінен ескі фото суретті шығарды. Суретті маған ұсынды. Қолым дірілдеп кетті. Суретте жас Нұржан тұр. Оның жанында дәл осы әйел. Екеуі құшақтасып күліп тұр. Мен аң-таң болып суретке қарадым. Бұл кім? Нұржан көзін жұмып қалды. Ал Гүлмира ақырын ғана жауап берді. Мен оның жай танысы емеспін. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Онда кімсіз? Әйелдің келесі сөзі менің бүкіл әлемімді төңкеріп жіберді. Мен Нұржанның бұрынғы жары едім. Сурет қолымнан жерге түсіп кетті. Не дедіңіз? Дауысым әрең шықты. Гүлмира төмен қарап, мен Нұржанның бұрынғы әйелімін. Бөлменің ішінде үнсіздік басты. Оның үнсіз тұрғаны бәрінен де ауыр еді. Бұл өтірік қой дедім дірілдеген дауыспен. Сен бұрын үйленгеніңді неге айтпадың? Нұржан маған жақындамақ болды. Қашан ажырастыңдар дедім. 4 жыл бұрын. 4 жыл? 2 жыл бойы кездесіп жүрдік. 2 жыл бойы ол маған өміріндегі ең маңызды нәрсені айтпаған. Демек сен бәрін жасырып келдің. Мен сені жоғалтқым келмейді деді ол. Бұл сөз мені одан сайын ашуландырды. Сол кезде Гүлмира баяу сөйлей бастады. Мен сенің жаныңды ауыртқым келмеді қызым. Онда не үшін келдіңіз? Әйелдің көзі жасаурап кетті. Өйткені сен шындықты білуің керек. Бұл әңгіменің бұнымен бітпейтінін білдім. Әлі айтылмаған нәрсе бар. Үлкен нәрсе. Нұржан терезеге қарап тұрды. Ол басын салбыратып тұр. Бірнеше секундтан кейін ғана ол маған бұрылды. Айсәуле, деп дауысы қарлыға шықты. Мен саған бәрін айтуым керек еді. Біз ажырасқанда жалғыз болған жоқпыз. Мен түсінбей қарадым. Не айтқың келіп тұр? Нұржан жауап бере алмады. Оның орнына Гүлмира сөйлеп, біздің баламыз бар деді. Құлағым шыңылдап кетті. Мен орындыққа әрең отырдым. Тынысым тарылып бара жатты. Балаларың бар ма? Екеуі де үнсіз бас изеді. Көз алдымда қарауытып кеткендей болды. Күйеуімнің бұрынғы әйелі бар. Енді оның баласы бар екенін де біліп отырмын. Сол кезде дәліз жақтан кішкентай баланың анашым деген дауыс естілді. Гүлмира селк кете қалды. Ал мен есік жаққа бұрылдым. Дәлізде кішкентай ұл бала тұр екен. Ол жүгіріп келіп Гүлмираның қолынан ұстады. Сосын басын көтеріп Нұржанға қарап жымиып, әке үйге қашан қайтамыз деді. Сол сәтте жүрегім тас төбеме шықты. Әке үйге қашан қайтамыз? Баланың сөзі жүрегіме жаман оқтай қадалды. Нұржан үнсіз қалды. Ал кішкентай бала ештеңеден хабарсыз. Оның жауабын күтіп
Нұржан маған жақындап, мен сені жоғалтып алудан қорықтым. Ал қазір жоғалтпадым деп ойлайсың ба? Ол жауап бере алмады. Мен бөлмеден шығып кеттім. Аулада кешкі салқын жел есіп тұр екен. Біраздан кейін қасыма енем келіп отырды. Қызым, кешірші, біз саған жамандық ойлаған жоқпыз. Онда неге айтпадыңыздар? Менің білуге құқығым болған жоқ па? Енем үнсіз қалды. Сол түні алғаш рет мен бір нәрсені анық түсіндім. Мәселе Нұржанның өткен өмірінде емес еді. Мәселе оның маған сенбегенінде. Ал сенім жоғалған жерде махаббат жалғыз өзі жеткілікті ме еді? Түн ұзаққа созылды. Үй ішіндегі тыныштық маған одан сайын ауыр тиді. Таң ата шешім қабылдадым. Жай ғана киімдерімді жинап көп нәрсе алмадым. Бұл үйге енді бұрынғыдай қарай алмайтынымды түсіндім. Есіктен шығар сәтте арт жағымнан Айсәуле деп Нұржан тұр екен. Мен оған қарамастан кетіп қалдым. Анамның үйіне келгенде ғана өзімді сәл жеңіл сезіндім. Анам мені құшақтап алды. Қызым, не болды? Мен бәрін айтып бере алмадым. Тек көзімнен жас домалап түсті. Келесі күндері Нұржан бірнеше рет хабарласып жүрді. Қайта-қайта келіп те жүрді. Арада мені Гүлмира кездесуге шақырып, Нұржанды кешіруін өтінді. Біз тек бала үшін байланысып жүрміз деді. Күндер өтіп жатты. Нұржан хабарласуын тоқтатпады. Бірақ менің көңілімдегі реніш те кетпей қойды. Бір күні ол тағы да келіп, мен сені қинағым келмейді, бірақ бір рет мені тыңдашы деді. Мен әлі де уақыт керек дедім. Нұржанға уақыт керек дегеннен кейін бірнеше күн өтті. Мен бұрынғыдай ашулы емес едім, бірақ жүрегім әлі де жаралы болатын. Нұржанмен қайта сөйлесе бастағанымызға қарамастан мені бір ой мазалай берді. Мен оны жақсы көретінмін, бірақ оның баласы бар, өмірге дайын екенімді білмедім. Бір күні Нұржанның ұлының туған күні болды. Гүлмира мен бала да Нұржан да бірге отырды. Мен де шақырылған едім. Бала қуанып, әкесінің жанынан шықпай қойды. Сол кезде оның маған қарап айтқан бір сөзі жүрегімді ауыртты. Әке, анам екеуміз қайтадан бірге тұрсақ жақсы болар еді. Бәрі үнсіз қалды. Бала мұны аңдамай айтып қалды. Бірақ мен оның арманы әлі де ата-анасының қайта қосылғаны екенін түсіндім. Сол сәтте өзімді артық адамдай сезіндім. Үйге қайтқан соң түнімен ұйықтай алмадым. 9 ай өтті. Осы уақыт ішінде Нұржан маған қысым жасаған жоқ. Кейде ғана хабарласып хәлімді сұрайтын. Мен де жауап беретінбіз. Біз бір-бірімізден алыстаған жоқпыз, бірақ бұрынғыдай жақында болмадық. Осы айлардың ішінде мен көп нәрсені түсіндім. Мен Нұржанды әлі де сүйетінмін. Ал оның баласын ойласам, бұрынғыдай ауыр сезім болмайтын болды. Керісінше оған жаным ашитын. Бір күні Нұржан хабарласып кездесейікші деді. Мен келістім. Біз алғаш танысқан саябақта жолықтық. Нұржан бұрынғынан да сабырлы көрінді. Мен осы уақыттар бойы Нұржанның өткенімен күресіппін. Ал шын мәнінде оның өткені емес, болашағы маңызды екен. Сол сәтте мен шешімімді толық қабылдадым. Мен Нұржанды ғана емес, оның әкелік жауапкершілігін де қабылдадым. Өйткені шынайы махаббат адамды түгелімен қабылдаудан басталады екен. Бірнеше аптадан кейін біз қайтадан бірге болдық. Ал ең бірінші болып қуанған адам Нұржан емес еді. Оның кішкентай ұлы еді. Айсәуле апай, енді бізден кетпей ме деп сұрағанда, мен оның маңдайынан сүйіп, жоқ кетпеймін дедім. Сол күні мен келін болған күні естіген ақиқаттың өмірімді бұзбағанын түсіндім. Керісінше, ол маған махаббаттың шын мәнін үйреткен еді.